Баршаңызға сәлем. Бізде модульден әрқашанда оң сан шығатын. Мына жерде А деп жазайыншы. 108 бөлінген 125 көбейтілген мұнда минус 2,5. Яғни модульден бізде оң сан шығады деп 25-тен 10 деп жазсақ болады. 2,5 дегенім бөліміне көбейтіп алымына қосатынбыз. Сонда бөлімін өзгенде жазып алымы 25 деп жазсақ болады. Немесе сразу 2,5 десе 10 деген астына 25 деген үстіне жазсақ болады. Осы жерде қысқартып жібереміз. 25 пен 25-ті 1 болады. 125-ге 5 болады. Мынау 108 2-ге бөлінеді. 54 болады. Ал 12-ге бөлінсе 5 болады. Сонда мұнда 54-те бөліміне 5-ке 5-ті көбейтсең 25 болады. Екінші Б деп қояйын. Екіншіні бөлу амалын орындайын мен. Модульден минус 14,464-ті бүтін күйінде шығарамын. Бөлемін 1,6-ға. Яғни бөлген кезде бөлуде 1,6-ны бүтін санға айналдырсақ, яғни бір санды 10-ға жылжытам. Демек, мына жерден де 10-ға жылжытам. Сонда 164-ті бөлемін 16-ға болады. Сонда 9,4 деген сан шығады. В амалы бізде 1760-тан мына амал бөлеміз. 200-ге бөлем. 8,8-ге тең болады. Сонда ең соңғы Г-ден барлық осы көбейтіп бөлгендерді қосып азайтып шығатын боламыз. Бөлімі 100 болу үшін 4-ке көбейтіп жерім. Алымында бөлімінде бірдей 4-ке көбейтіп жерсем 100 болады мына жер. Мына жерде 16 бір ойда 216 болады. Сонда бізде 2,116 деген сан шығады. Бізде 100-де неше нөл болса, демек үтірден сонша сан қалу керек. Немесе алымдағы санды 100-де 2 нөл болған екен, соңынан 2 нөлдің алдынан үтір қайырсақ шығады екен. Сонда 2,116 қоса 9,4-ге оны қосамын 8,8-ге. Мәнеке 11,2 болады. 11,2-ге 8 қоссаң 10 бір ойда. 19,20 болады екен. Бізде мұна бірінші бөлу амалын орындаймыз. Жаңағы бөліп орындаған өзімізге тиімді болады. 504 бөлінген 7,2 бөлсең 5,107 болады. Асы 1,200-ден 151 көбейту 300. Демек, мына бірді 200-ге көбейтіп алымына қосам. Бөлімі сонда өзгеріссіз қалады. Бірді 200-ге көбейтсем 200, 151-ге қоссам 351 көбейтілген 300. Яғни 300 мына жерде қысқарады. Нөлдер кетеді. Сонда мынау 3, 15 бір ойда, 9 ойдағымен 10 болады. Бөлімде 2 болады. 526,5 деген сан болады. Бұсы мына жерде 0, 7, 7, 19 деген санды 300-ге көбейтемін. 231,157 деген сан. Сонда енді бірінші амалды 5,107-ні мұнда енді азайту екен. Азайтамын 526,5-ге. Мұнда қосу екен.
қосамын, одан кейін барып азайтамын 231,57. Сонда жауап бізде 300 болады екен. 328 теңдеуі шешіндер дейді. Үшінші есеп көрсе солай. Модульдің ішінен бізде 1,3, яғни модуль деген сан бірінші сол күйінде жазылады 1,3 деп. Екінші сол модульдің алдына, модульдің орнына минус x деп жазып теңдеу шығарамыз. Сонда x мына жаққа минус болып 1,3-тің алдына өтеді. Жауабы 1,3 және минус 1,3-ке тең. Соңғысын көрсетейін. Төртіншісі де сондай. X 10 бөлінген 19 модульде. Яғни бірінші жауап бізде сол күйінде x-тің өзі 19-дан 10. Екіншісі минус 19-дан 10 күйінде. Сонда қараймыз. Минус x 3,1 деген сан берілсе, жаңа айтқан бойынша бірінші бізде екінші амал ғой ма? Бірінші амал бізде сол өз күйінде модульсіз жазылады дедім. Сонда x минус 3,1-ге тең. Екінші амал сол минус x-тің алдынан тағы минус қоям. Себебі біреу екен 3,1. Екеу плюс болып кетті, тең 3,1-ге тең болады. Бірінші есепте 101 екенін дәлелдеуіміз керек, тепе-теңдікті дәлелдеуіміз керек. Жаңағыдай бөліп есеп шығарайық, сонда өзімізге шатаспаймыз. Көбейтемін 4,8. 9,84. Асы. Яғни 55,42 көбейтілген 2,4-тен 3. 42,55 өз күйінде жазылады. Көбейтемін 4-ті өзін жазам. Екі жердегі 4-ім 8, 8-ді 3-ке қоссам 11. Так, мына жерде бізде 11-11-ге бөлсең 1 болады, 55-ті 11-ге бөлсең 5 болады. 42-ні 2-ге бөлсең 21 болады, 4-ті 2-ге бөлсең 2 болады. Сонда бізде мұнда алымы 21 1-ге бөлсек 21 болады, 5-ті 2-ге бөлсек 10 болады, немесе бөлімі 10 болғаннан кейін 2,1 деп сразу жазсақ болады екен. Енді осы жерде бәрін амалдарды қосып азайтамыз. Көбейту амалы, бөлу амалы бірінші орын алады бізде. Енді тек қана қосу және азайту амалдары. Ең соңғы 984, яғни көбейту амалында одан кейін қосу тұр. Қосамын. Одан кейін 2,1 жазам. 2,1. Келесі амал қосу. Бізде модульден оң сан шығады дедік. 89,106. Тең 101 шықты. Түсіндік, 101 тең 101 есептің шарты дұрыс екен. Яғни модулі 3-ке тең болса 3 дейді. 0,5 модулі. Төрт бүтін 2-ден 1-дің модулі 4,2-ден 1 деп, яғни 7,5-дің модулі 7,5 деп координатаға салатын боламыз. Так, бізде 0,5 өсу ретімен жазайық. Бірінші 0,5. Мынау 0 деп алсақ, мына 1 деп алсақ 0,5 ортасы. Одан кейін 3. 1-ден кейін 2, одан кейін жер 3 бар мына. 3. 4,2-ден 1 дегеніміз біз 5-ке көбейтіп жерсек 4,5 деген сан шығады. Демек 4 пен 5-тің ортасында тұрады. Демек ортасы 4,5-ті береді. 7,5. 5, 6, 7, яғни 7-нің ортасы 7,5 болады екен. Бұның мәні бүтін оң сан болатынын дәлелдеңдер деді. Бұл жерде бірінші бөлу амалы орындалады мұнда. Мына жерге мен бөліп жазайын.
яғни 5,15-тен 11 бөлінген 3,27-ден 14. Яғни мен модульден оң сан шығады деп сразу жазып алып жатырмын. Көбейтілген 20,6-дан 5 бөлінген 59,76-дан 31. Мен мына жерде мынау көбейту, мына жерде бөлу бар, барлығын бірге жазып жатырмын. Біз білеміз, бірінші бөлу, көбейту амалдары бірінші орындалатынын. Яғни бұл жерде аралас санның барлығын дұрыс бөлшекке айналдырып аламын. Яғни 5-ке 15-ті көбейтсем 75 болады, 75-ті 11-ге қосатын болсам 86 болады. Ал бөлімі өзгермейді. 27-ні 3-ке көбейтсем 81, 81-ді қосамын 14-ке 95 болады. Бөлімі өзгермей жазылады, естеріңізде болсын. Мысалы 20,6-дан 5 десе 6 өзгермейді. 6-ны 20-ға көбейтсең 120, 5-ті қоссаң 125 болады мәселен. Бөлінген 76 бізде өзгермейді. 76-ны көбейтем 59-ға, 4484, оны қосамын 31-ге. Сонда 4515 деген сан шығады. Енді 5-ші сыныпта сіздер өткесіздер, бөлу амалды бірінші бөлшек сол күйінде жазылады. Екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. 125 сол күйінде жазылады. Себеп көбейтуден кейінгі бөлу де орнын ауыстырып жазады. Енді бұл жерде 3-тер қысқарады. 15 3-ке бөлсем 5 болады, 27 95-ті 5-ке бөлсем 19 болады, 125-ті 5-ке бөлсем 25 болады. Мен 25-ті, мына жерде 5-ке тағы қысқартсам, мына жерде 5 қалды. Енді 4515-ті 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлінсе, мына жерде 5-ті 5-ке бөлсең 1 қалды. 4515-ті 5-ке бөлсек 903 деген 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінеді 301 болады. 9-ды 3-ке бөлсек 3-тің өзі болады. Бұл жерде 3 пен тағы 6 қысқарады, мұнда 2 қалады. 76-ны 2-ге бөлсек, мына жерде 38 қалады. 38-ді мына жерде 19-ға бөлсек, мұнда 2 қалады. 86 қалды, көбейтілген 2 қалды, мына 301 қалды. 172-де мына жерде 301 қалды. Енді модульдеріне қосып қалған сан жазам. Деп 32,7-ден 4 азайтамын. Мына жерде азайту тұр. Мына көбейтіп бөлген кезде 172,301 болады. Одан кейін мұнда қосу бар. Қосылған 0,128 қосу 19,172. Мен мына екеуін қосып жіберем. Екеуін қоссам 20 шығады мәселен. 228 бөлімінде 7 азайту 172-де 301 қосылған 20 деген сан бар. Яғни бізде мына екеуіне ортақ бөлім 301 болады да, 301-ді 7-ге бөлсек, бізден 43-тен беремін. 43-ді 228 көбейтсем 9804 болады. Азайтам 172 бөлімінде 301 қосылған 20. 9632 301 қосу 20 тең. Мына бөлетін болсам, мына бірден, мынау 32. Сонда 32-ні қосамын 20-ға, 52 деген сан шығады. 243-те 100 деп алуыма болады. Сразу жазып жатырмын.
бөлінген 11 бөлінген 4-те 7 көбейтілген 2,7-ден 6. 243-ті сол күйінде жазамын. 100 бөлімінде 1 бар деп білеміз. 11-ден 1 деп жазылады. Ана орын ауысып түседі. 7-де 4 деп. Және мынау 7 екеуін көбейтсем 14. 14 6-ға 20 болады. Мына жерде қысқарып кетеді. Мына жерде қысқарады 4 пен, мына жер 5 болады. 4-ке қысқарса 5 пен 5-ті 5-ке, 100-ді 5-ке бөлсек 20 болады. Енді бізде 243-те мұнда 20 көбейтілген 11 қалды. 243-те 220. Бірінші. Екінші. 9,875-ті бөлемін 1,125-ке. 7,9 болды. Үшінші. 243-ті бөлінген 220-ны қосамын. Мына жерде қосу бар. 7,9-ға азайтам 1,125-ке. Мына екеуін азайып жүрейін. 7,9-ды азайтамын 1,125-ке. Енді бұлай жазам. 243, 220 қосамын 685-те 100 деп. Так, бізде көбештегі жүктекі 220-ны 2-ке бөлсек 110, 2-ке бөлсем 55, 5-ке бөлсем 11, 11-ге бөлсем 1. Енді 100-ді көбештегі жүктен 2 50, 2-ке 25, 25 5-ке 5, 5, 1 болады. Ең үлкен ортақ бөлгішін табамын. Мұнда 2, 2, 2 көбейтсем 4, мына 5-тің көбісін алам 25, 11-ді алам. 1100. 220 бөлсек, мына жерде 5-тен болады. Ал 100-ге бөлетін болсам, мына жерде 11 болады. Тең болады. 1215 қосылған 685 көбейтем 11, 7535 бөлімінде 1100 болады. Сонда қосылған 8750 бөлінген 1100. Сонда 7,100. Мына нөлдер қысқарады. Итап 5-ке 21, 110-ды бөлем 5-ке 22. Сонда мына жауабы 7,22-ден 21. Өрнегінің мәні бүтін сан болатынын дәлелдеңдер. Яғни бізде бүтін сан болмайды. Мынада 44,7-ден 4 бірінші көбейту амалын орындап алайық. Бөлінген 1,35-ден 31 бөлінген 3,33-ден 5 деп 7 өз күйінде жазылады. Алымын көбейтіп 4-ке қосқанда 312 шықты бізде. Бөлінген 35 өз күйінде жазамын. 35-ке қосамын 31-ді 66 болады. Бөлім қосамын 5-ке сында 104. Бөлімі 33 күйінде. Енді бірінші бөлшек өз күйінде жазылады. Бізде екінші бөлшектен бастап орын ауыстырам. Себебі бөлу күйінде есеп шығармаймыз. Бөлшектерін санын орын ауыстырып жазамыз. Яғни 104. Мына екеуі қысқарады бізде бірінші. Так, мынау 2 болады, мынау 1 болады. Мына екеуі қысқарса, мынау 5 болады. Мына жерде 2-ке бөлінеді, 156 болады. 156-ның 4-ке бөлінеді, 39 болады. 39, 26 болады. Сонда мынау
бөлімі ешқандай сан қалмады, тек 26 қалды. 39-ға 5-ті көбейтсем 195 болады. 7,26-дан 13, яғни екеуі тағы қысқарады. 7,2-ден 1 болып қалды. Енді келесі санын жазамын. 7,2-ден 1 қосылған 20,13-ден 3 азайтылған 17-ден 13-ден 8. Яғни ортақ бөлім бұл жерде 26 болады. Мынаған 13-ден, мынаған бәріне 2-ден берем. Сөйтемін да алдында бүтін сандарын бір жақшаға алып жазсам болады. 7 қосылған 20 азайтылған 17 қосылған деп ортақ бөлім бізде 26 болды. 13-ке 1 13 қосылған 6 азайтылған 16. Мына жерде 27-ден 17-ні азайтсақ бізде 10 болады. Қосылған 26. Бізде 13-ке 6 қоссақ 19. 19-ды 16-дан 3 болады. Сонда 10,26-дан 3 деген сан шығады. Яғни 7х 5х модулде тең 13. Коэффициенттерін азайтсақ бізде 2х 13, х модулінің ішінде 13-ті 2-ге бөлем. 6,5. Мұнда бірінші жауап х тең 6,5. Екінші жауап х тең минус 6,5. Есеп аяқталды. Сандарын коэффициенттерін қоссақ бізде 5, 6 плюс х тең 27. Бізде модульде 27-ні х модульдің алдындағы 6-ға бөлсек 3-ке қысқарып кетеді. 9-да мына жер 2, демек 4,5. Сонда бірінші жауап х1 бірінші 4,5. Сол күйін жазады. Екінші шешімі х тең минус 4,5. Мұнда 3-тен 2 модульда х қосу 7-тен 1 модуль х 8,5-ті оң жаққа қарама-қарсы таңбамен өткіземді. Мына жерде ортақ бөлім бер жерім. Мынаған 7-ден, мынаған 3-тен берсем, сонда бізде бөлімдері 21 болады. 7 жерде 14, 14 қосылған 7 жерде 3, модульде х тең 8,5. Мынау 17-де 21 модуль тең 8,5 деген бізде 85-те 10 деп жазсақ болады. Себебін аяқты қысқартқымыз келіп тұр. Көбейтіп болғаннан кейін мына жаққа бөлу болып барады. 85-тен 10 бөлінген 17-де 21. Яғни бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады. Екіншісінің орнын ауыстырамын. 7-ге. Мына екеуі қысқарса 1-ден, мұнда 5-тен болады. 10-нан 5-ге қысқарады. Мына жерде 2, мына жерде 1. Сонда 21-ден 2, яғни мен екеуін 5-ге көбейтіп жерем. Сонда мынау 105-те 10 10,5 болады. Демек модульден бірінші бізде 10,5 шығады. Екінші х минус 10,5 шығады. 6 болса мынаны сразу мына жерін берейін. 4-тен мына жерді 3-тен бері жүрейін. Сонда 15-те 36 модульде х қосылған 4-те 36 модульде х деймін да 3,8-ді келесі жаққа қарама-қарсы таңбамен өткізіп жіберем. Сонда мынаны қоссақ бізде 19-да 36х тең 38 3,8.
мынақа жазайын мен. 3/8 дегенді 10/8 деп бөлінген 19-дан 36 деп жазсам болады. Сонда бірінші бөлшек өз күйінде жазып, екіншісін оны ауыстырып жазам. 19-дан 36 деп. Мына екеуі қысқарса 2-ден болады мына жерде. Так, 2-ге 2 қысқарады мына жерде 5 болады. Сонда 36-да 5. Ошым 36-ны 5-ге бөлсем 7/2 болады бізде. Сонда модульде 7/2 дегенім бірінші жауап. X тең 7/2-ге тең. Екінші жағдайда минус 7/5-ге тең. Есеп аяқталды.